Сәлеметсіздер ма? Есімім Гүлдана Жаналиқызы, дәрігер. Көп ата-аналарда дене қызуы көтерілген кезде не істейміз, қандай дәрі береміз, свечаның қандай айырмашылығы бар, суспензияның қандай айырмашылығы бар деп көптеген сұрақтар қойып жатады. Сол үшін сіздерге жауап бермекшімін. Температура дегеніміз бұл дене қызуының 37 градустан жоғары болуын айтамыз. Температура қай кезде көтеріледі? Яғни, егер балаларда болатын болса, жалпы респираторлы вирустық инфекциялар кезінде, ол кезде дене қызу көтеріледі, мұрыннан су ағу кезінде деген сияқты, осындай кезде температура болады. Екінші кезекте бұл асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде, яғни инфекциялық аурулар кезінде, бұл гастроэнтерит кезінде, энтеровирусты инфекция, ішектік форма, яғни құсу, іш өту деген сияқты кездерінде бізде дене қызуы көтеріледі. Үшінші жағдай бұл күн өтіп кеткен кезде, яғни күннің ыстық кезінде дене қызуының көтерілуі, яғни бұл күн өту кезіндегі болатын солнечный удар деп айтамыз. Сол кезде дене қызуы көтеріледі. Одан кейінгі себебі инфекциялық аурулар кезінде, яғни кори, краснуха, ветрянка, скарлатина деген сияқты аурулар кезінде көтеріледі. Тағы бір температура көтеріледі, бұл ревматологиялық аурулар кезінде бізде дене қызуы көтеріледі. Ревматологиялық аурулар, яғни буын аурулар кезінде, сүйектердің қақсап ауыру кезінде бізде дене қызуы көтеріледі. Және кішкентай сәбилерде бұл тістің шығуы кезінде, яғни алғашқы тістердің, сүт тістерінің шығуы кезінде дене қызуы көтеріледі. Енді біз дене қызуы көтерілді, не істейміз? Бірінші, баланы жұқа киіндіру керек. Қымтап, баланы қалың киіндіріп, үйде ысытып деген сияқты ондай жағдай жасау керегі жоқ. Бөлме температурасы 21-22 градус болу керек. Баланы жеңіл киіндіреміз, және де су береміз. Неліктен біз су береміз? Температура бұл организмдегі интоксикация. Егер температура жоғары болған сайын біздің қанымыз қоюланады. Соның әсерінен бізде сұйықтықтардың бәрі тер арқылы шығып кетеді, организмге сусыздану пайда болады. Сол үшін ең бірінші барлық дәрігер жазатын кезде көп су беріңіз деп айтатын сол себептен. Бұл кезде біз суды қалай ішеміз? Яғни баланың дене салмағына 1 килограммға 75 миллилитрдан. Егер де сіздің балаңыз 10 килограмм болатын болса, сіз 750 миллилитрді осы бір сутка бойы беруіміз керек. Яғни біз бұны қалай береміз? Болмаса кішкентай қасықпен, болмаса укол салатын шприцтармен инесін алып тастау арқылы, одан кейін барып ибуфеннің өзінің өлшеуіш шприцы болады. Сол арқылы баланы әрбір 5 минут сайын аузына су құю арқылы біз температураны түсіруімізге болады. Егер дене қызуы одан түспейтін болып жатырса, онда 38-де 5-ке көтеріп жататын болса, балада қосымша бір аурулар болатын болса, жүрек қан тамыр жүйесінен, ми қан тамыр жүйесінен ауру, кейбір балалар болады, фибрильный судорогқа сондай бір бейім балалар болады. Ондай кезде біз жаропонижающий, яғни дене қызуын түсіретін дәрілер тағайындаймыз. Бұған бізге суспензиялар жатады, одан кейін барып инъекция түрінде уколдар жатады, одан кейін таблетка түрінде жатады, одан кейін свечалар жатады. Енді бұны айыра білу керек, қай кезде не беруіміз керек. Егер де сіздің балаңыздың қолының ұшы сондай суық, басы өте қызып тұр, аяқтары салқын болып тұратын болса, яғни бұл жерде периферияда, яғни қан айналымы дұрыс болып жатқан жоқ. Сол себептен бізге свеча салу керек болады. Егер де балада толық денесінде қызу болып жататын болса, қолы да, аяғы да, табаны бәрі де ыстық болып жататын болса, онда біз суспензия түрінде ішкізгеніміз дұрыс. Енді инъекция түрін көбінесе стационарлық жағдайларда қолданып жатамыз. Дене қызуы өте жоғары болып жатқан кезде бұл инъекция түрінде береміз. Таблетка да дәл сондай, баланың салмағына қарай таблетка түрінде тағайындауға болады. Бұл дене қызуын түсіретін дәрілерді 6-4 сағат орталығында ғана беруімізге болады. Жиі беруге болмайды. Қай кезде біз дабыл қағамыз, біз қай кезде дәрігерге барамыз? Мен жоғары жағында айтып кеттім, қай кезде дене қызуы көтеріледі. Егер балаңызға мұрын ағып, су ағып, жөтеліп жататын болса, яғни бұл простуда, вирусный инфекция, су беріп, баланы бақылайсыз. Егер балада дене қызуы 39-38-ден төмен түспейтін болса, 40-тан жоғарылап жататын болса, онда дәрігерге бару керек. 3 айлық балаларда 38 градустан ұстап тұратын болса, міндетті түрде
3 айдан төменгі балалар стационарға бару керек. Баланың тынысы жиілеп, тыныс жетпеу, су ішуден бас тарту, емуден бас тарту болып жататын болса, бала әлсіз болып жататын болса, онда міндетті түрде ауруханаға баруымыз керек. Менің ақпаратым сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. Ауырмайық, сау болыңыздар.